Қайырлы күн, құрметті әріптестер, орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан тікелей көрсетілімді бастаймыз. Біздің бүгінгі баспасөз мәслихатымыз салық заңнамасын жетілдіру туралы болмақ. Біздің алаңымыздың құрметті спикерлерімен таныстырып өтейін. Қазақстан Республикасының ұлттық экономика вице-министрі Азамат Амрин және Қазақстан Республикасының қаржы вице-министрі Марат Сұлтанғазиев. Құрметті спикерлер, алаңымызға қош келдіңіздер. Азамат Кемеңгерұлы, сөз тізгіні өзіңізде. Құрметті брифингке қатысушылар, бүгінгі кездесуде сіздерді салық саясатын жетілдіру бойынша жұмыспен таныстырғым келеді. Өздеріңіз білетіндей, былтыр коронавирус пандемиясына байланысты бизнесті салықтық қолдау шаралары қабылданған болатын. Осы жылы біз осы бағытта және жалпы салық салу саласын жетілдіру бойынша жұмыстарды жалғастырдық. Біріншіден, былтыр төтенше жағдай кезінде қабылданған шұғыл шаралар туралы қысқаша айтып кетейін. Олар шағын және орта бизнестің барлық субъектілері үшін салықтар және әлеуметтік төлемдерді төлеу шегерілді. Экономиканың ең әлсіз секторлары 2020 жылдың аяғына дейін мүлік салығынан босатылды. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына 2020 жылдың 1 қазанына дейін қосылған құн салығының мөлшерлемесі 12%-дан 8%-ға дейін төмендетілді. Экономиканың ең көп зардап шеккен 29 секторында 2020 жылдың 1 қазанына дейін сектор салықтар және әлеуметтік төлемдердің нөлдік мөлшерлемесі белгіленген. Екіншіден, былтырғы жылдың мамыр айында экономикалық өсуді қалпына келтіру бойынша кешенді жоспар қабылданған болатын. Осы кешенді жоспардың шеңберінде тағы бірқатар салықтық жеңілдіктер көзделген болатын. Жалпы 700 мыңға жуық салық төлеушілер 1 триллион теңгеге мемлекеттік қолдау шараларымен қамтылған. Бұл салық төлеушілерге өз қызметін сақтап қалуға мүмкіндік берді. Біз мұны қазір салық түсімдерінен көріп отырмыз. Ал енді осы жылда атқарылып жатқан жұмыс туралы айтуға рұқсат етіңіздер. Ағымдағы жылы пандемияның салдарын азайту және іскерлік белсенділікті ынталандыру мақсатында жаңа салықтық өзгерістер қабылданды. Тиісті заң жобасын ағымдағы жылдың 10 маусымында Сенат қабылданды. Қандай өзгерістер? Бірінші, арнайы мобильді қосымшаны қолданатын арнайы салық режимін енгізу. Осы шара жеке кәсіпкерді тіркеуді және қызметін тоқтатуды жеңілдетуге, салықтық міндеттемелерін орындауды жеңілдетуге бағытталған. Осы режимі тек қана оңайтылған декларацияны пайдаланатын жеке кәсіпкерлер қолдана алады. Яғни, салықтық міндеттемелерді орындауды смартфон арқылы жүргізуге болады. Осы өзгеріс 2022 жылдан бастап енгізіледі. Қазіргі кезде салық органдары осы қосымшаны әзірлеп жатыр. Екінші мәселе, өздеріңіз білесіздер, былтырда осы жылда жұмыс берушілер өз жұмыскерлерін жеке қорғану құралдармен қамтамасыз етті. Салық кодексі бойынша осы құралдар жұмыскерлерге табыс ретінде саналады. Сондықтан салық мәселесі туындайды. Енді осы өзгерістер бойынша аталған табыстарға салық салынбайды. Үшінші, осы заң жобасы әзірленгенде бизнес тағы бір мәселені көтерді. Ол салықтық берешектің мөлшерін төмен болса да, шоттарының бұғатталуы. Енді біз шекті мөлшерді белгіледік. Бұл мөлшер 6 айлық есептік көрсеткіш. Егер берешек одан төмен болса, шот бұғатталмайды. Тағы бір норма, бұрын салық төлеуші берешегін төлесе, шоттың 3 күннен кейін, кейде бір аптадан кейін пайдалана алатын. Енді біз банктерге салық төлеуші берешегін төлегеннен кейін шоттың бірден пайдалануға рұқсат бердік. Төртінші, Қазақстанда тауарларды өндіруді ынталандыру мақсатында жаңа тіркелген кәсіпорындар өз өнім сатқанда қосылған құн салығы 70%-ға азайтылады. Осылайша салық есептелген соманың 30% мөлшерінде ғана төленетін болады. Осы жеңілдіктің мерзімі 2 жыл. Бесінші, өңдеу өнеркәсібі салаларында жұмыс істеуді ынталандыру мақсатында және осы салаларға инвестицияларды көбейту үшін жаңа норма көзделген.
Егер шағын бизнес субъектілері өз пайдасын жаңа негізді қорларға салатын болса, онда осы пайдасы корпоративтік табыс салығынан босатылады. Алтыншы, өздеріңіз білетіндей, әлеуметтік кәсіпкерлік туралы заң қабылданды. Заңда қолдау шаралары көзделген, олардың ішінде салық қолдау шаралары бар. Мәселен, әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілері мүлік салығының төмендетілген мөлшерлемесін пайдаланатын болады. Ол бір. Екінші, егер әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілері өз жұмыскерлерін оқытатын болса, корпоративтік табыс салығын есептегенде жұмсалған шығындары 2 еселеніп саналады. Құрметті брифингке қатысушылар, осы аталған шаралар салық саясатының бағытындағы негізгі атқарылған жұмыстар. Назарларыңызға рахмет. Азамат Мырза, берген ақпаратыңыз үшін алғыс айтамыз. Марат Елеусизович, пожалуйста, вам слово. Құрметті кездесуге қатысушылар, құрметті тілшілер, ұлттық экономика министрлігіндегі менің әріптесім өз баяндамасында салық саясатын жетілдіру бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстарды егжей-тегжейін атап өтті. Осыған орай өз баяндамамда қаржы министрлігінің салық және кеден салаларында жүргізіп жатқан жұмысының негізгі бағыттарын атап өткім келеді. Біріншіден, мемлекет басшысының ағымды жылдың 1 сәуірінде елдегі коронавирустық ахуал жөніндегі кеңесте берген тапсырмаларын орындау үшін шағын және орта бизнесті қолдау шараларын іске асыру барысы туралы. Зардап шеккен салалардағы шағын орта бизнес субъектілері үшін еңбек ақы төлеу қорынан салықтарды төлеуді кейінге қалдыру енгізілген. Кейінге қалдырудың көрсетілген шаралары 1 сәуірден бастап 2021 жылы 1 шілдеге дейін қолданыста. Салықтық және кедендік берешекті мәжбүрлеп өндіріп алу тоқтатылды. Бүгін шара 13,1 миллиард теңге қарызы бар 8,5 мыңға жуық кәсіпкерлік субъектілерін қамтыды. Екіншіден, салықтық кедендік әкімшілендіру туралы. Министрлікте бюджеттің кірістерін қамтамасыз ету міндеті жүктелген. Бұл жоспар жыл сайын артып отырады және сәйкесінше министрлік бастамалары көлеңкелі экономикаға қарсы күреске және кірістер шығыстар есепке алудың ашық жүйесін қамтамасыз етуге бағытталған. Біз салықтық және кедендік әкімшілендіру неғұрлым тиімді ақпараттық жүйелер мен цифрлық шешімдерді қолдану болып табылатынына, соның ішінде салықтық міндеттемелер мен бизнестің орындалуын жеңілдетуге мүмкіндік беретін көз жеткізудеміз. Осы мақсатта жеке тұлғалар үшін е-салық азамат мобильді қосымша әзірленген. Ол қазір қолданыста. Жеке кәсіпкерлер үшін ыңғайлы және қарапайым функционалы бар е-салық бизнес әзірленді. Бұл қосымшалар бизнес пен халыққа салық міндеттемелерін орындауды жеңілдетуге арналған. Өткен жылы пандемияға байланысты іс жүзінде 6 айға фискалдық бақылау шараларын тоқтатылуына қарамастан, мемлекеттік кірістер органдары 710 миллиард теңге қосымша салық түсімдерін қамтамасыз етті. Біз тексерулерге одан да нақтылай шыға бастадық. 20 жылы тексерудің саны 58%-ке азайтылды, қысқартылды. Бұл ретте нәтижелік 29%-ке ұлғайды. Ағымды жылы фискалдық органдар жер қойнауын пайдаланушылар мен құрылыс компанияларына баса назар аударуда. Бірінші жартыжылдыққа тәуекелдерді басқару жүйесі бойынша 113 компания іріктелді. Электрондық шот фактуралар ақпараттық жүйесін жетілдіру бойынша жұмыс жалғасуда. Жүйе өз өзектілген локдаун кезінде салық төлеушілердің бір-бірімен кездеспей қашықтан жұмыс істеуге тиіс болған кезде көрсеткен ерекше атап өткім келеді. Жүйе фискалдық органдарға жеткізушілер мен сатып алушылар арасындағы мәлімдердің онлайн режимде көруге көмектеседі. Халықаралық тәжірибені ескере отырып, біз қашықтықтан ақпарат өзара іс-қимыл жасауға негізделген ірі бизнестің көлденең мониторингі бойынша жобаны бастадық. Кедендік инфрақұрылымды жаңғырту жоспарлануда, оның ішінде шеңберінде 7 өткізу пункттері қайта
жаңғыртылады және кедендік операцияның мониторинг автоматтандырылған бас диспетчерлік басқарма салынады. Мемлекет шекарасында заңсыз сауда айналымына қарсы іс-қимыл кешенді жоспары әзірленді. Биылғы жылы сол жоспар бойынша жұмысты бастаймыз. Акцизді өнімдер бойынша заңсыз айналымына қарсы күрес шеңберінде алкоголь өнімін цифрлық таңбалау жөніндегі пилот жүргізілуде. Осы жылдың екінші жартысынан бастап Қазақстан Республикасының азаматтарының шоттары бойынша 100-ден астам юрисдикциядан, ол 100-ден астам мемлекеттен экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ақпарат алмасуды бастау жоспарлап отырмыз. Өткен жылы пандемияға байланысты экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы мамандардың Қазақстанға келу мүмкіндігі болмады. Сол себептен жұмыс тоқтатылған. Биыл ол жұмысты жалғастырамыз. Бүгінде одаққа мүше елдермен бірлесіп, навигациялық пломбаларды пайдалану арқылы транзиттік бақылау электрондық форматқа көшіру бойынша жұмыс жүргізілуде. Жалпы, Еуразиялық экономикалық одақ интеграциясы мәселесінде соңғы жылдары одақ кедендік әкелу баждарын бөлетін Қазақстан бюджетіне түсетін түсімдердің өсу серпіні байқалды. 20 жылы да ерекшелік болған жоқ. Өткен жылы 322,4 миллиард теңге түсті, оң сальдо 77 миллиард. Жалпы біз қабылдап жатқан шаралар көлеңкелі экономиканың деңгейін 19 жылы жалпы ішкі өнімге қатысты 27%-тен 23%-ке дейін төмендетуге мүмкіндік берді. Назарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынбыз. Көп рахмет, құрметті әріптестер, құрметті спикерлер, сұрақ-жауап бөліміне көшеміз. Алғашқы сауалды қоюға рұқсат етіңіздер. Қаржы министрлігі шет мемлекеттермен жаһандық мәліметтер алмасу аясында қазақстандықтардың шетелдік шоттары туралы ақпарат қолжетімді болады деп мәлімдеді. Деректермен алмасу қашан және қалай жүреді? Осы жайлы айтып өтсеңіз. Ол конвенция, Страсбург конвенциясы деп аталады, оған Қазақстан тарапынан қол қойылған. Биылғы жылы күзден бастап электронды түрде ақпарат алмасуға жоспарлап отырмыз. Жалпы біздің ақпараттық жүйелеріміз дайын. Сол одақтан келіп, специалистері оның дайындығына тағы да бір рет көру керек, содан кейін жұмысымызды бастаймыз. Ал енді мынау шетелден пайда алып жатқан біздің өзіміздің резиденттер бойынша, немесе осы бізде Қазақстанда жүріп шетелге төлеп жатқан ақша бойынша біз ұлттық банкпен былтырдан бері жұмысты бастағанбыз. Бірінші ақпарат алмасу басталды. $50 мың көп транзакциялар бойынша ақпараттарымыз бар, онымен жұмыс істеудеміз. Рахмет. Көп рахмет жауабыңызға. Масанов Юрий Курсив направил 2 вопроса. В 2020 году корпоративный подоходный налог от МСБ отдали в местные бюджеты. Стали ли там больше собирать этого налога и где сборы этого налога самые большие? Это я, наверное, отвечу. Действительно, одним из направлений бюджетной политики является совершенствование межбюджетных отношений. В целом межбюджетные отношения нужны для выравнивания социально-экономического развития регионов, повышения их самостоятельности, мотивации к расширению налоговой базы. И вот как раз с этой целью в 2020 году мы передали корпоративный подоходный налог в местные бюджеты. Это имело хороший эффект. Так, в 2020 году, несмотря на то, что была пандемия коронавируса, по этому источнику было собрано более 480 миллиардов тенге. Это на 100 миллиардов больше, чем мы планировали. В текущем году наблюдается аналогичная ситуация. Если сравнивать 2021 год и 2020 год, аналогичные периоды, то динамика плюс 62%. То есть почти на 130 миллиардов мы собираем больше. В целом, если брать в разрезе регионов, то традиционно самое больше собирает это город Алматы, город Нур-Султан, Атырау и город Караганда. Это вот 4 самых регионов, где собирается больше всего этого налога.
В целом мы эту работу будем продолжать. Сейчас еще тоже думаем дальше, каким образом поступать для того, чтобы улучшать и увеличивать самостоятельность местных бюджетов. Спасибо. А как вы оцениваете эту реформу, учитывая, что первый ее год пришелся на кризис? Да, и я думаю, что действительно она, вот я сейчас в своем ответе уже сказал, что это положительные результаты дает. То есть, несмотря на то, что кризис, все-таки в данном случае местные исполнительные органы прямо заинтересованы, чтобы поддерживать малый и средний бизнес для того, чтобы от них поступали налоги в бюджет. Марат Елисизович, у вас есть дополнение? Пожалуйста. Ну, только могу дополнить, да, действительно, вот есть регионные лидеры. Основная сумма у нас была собрана если быть точным, то 186 миллиардов. Это город Алматы, где наиболее широко представлена вот сфера малого и среднего бизнеса. Далее Нур-Султан, порядка 77 миллиардов, и остальные там 200 приходятся на другие регионы. Поэтому, то есть, и самостоятельность региона, в том числе и заинтересованность в развитии субъектов малого и среднего бизнеса сегодня у местных исполнительных органов есть. Спасибо. Спасибо. Тимур Башимов, Инфозакон КЗ, с нами на прямой связи. Тимур, здравствуйте. Тимур, микрофон, Добрый день. пожалуйста. Добрый день. Меня слышно? Вас слышно. У меня такой вопрос по господину вице-министру финансов. Сравнивая Казахстан с другими странами мира вот по налогообложению, у нашей страны основные показатели, 3 индикатора, это время, количество платежей и эффективная налоговая ставка, являются одними стабильно лучше, чем среднемировые показатели. Однако до сих пор есть сложности, связанные с процессами после подачи отчетности. Вот, например, недавно рейтинг Doing Business у нас остался на том же уровне, который был примерно 2 года назад, на показателе 48,9, что ниже средних показателей по всему миру. Этому в основном, как пишут эксперты, способствовало отсутствие в Казахстане возможности возврата НДС для среднестатистических компаний, не имеющих экспортных операций. Вот скажите, пожалуйста, какая работа была проведена по оптимизации процессов подачи отчетности и какие решения сегодня принимаются в таких спорных ситуациях? Спасибо. Хороший вопрос, спасибо. На самом деле вопрос упрощения подачи отчетности, он у нас всегда на повестке. В прошлом году мы увеличили производительность наших информационных каналов и в 10 раз практически. Поэтому вопросы именно направления отчетности электронным способом на сегодня решены наперед. То есть одновременно сейчас 150 тысяч пользователей могут направлять отчетность. А то, что по сути вы говорите по возврату, возмещению дебетового сальда, именно НДС, мы пока только возмещаем в упрощенном порядке. Вот до прошлого года возмещали 70% для крупных экспортеров. В этом году уже введена норма для экспортеров несырьевой продукции, автовозврат 50% без проверки. Вот. Вопрос по возврату дебетового сальда пока не стоит. В прошлом году проводили пилот в отношении, для развития туристической отрасли в магазине Исинтай, то есть как так называемый tax-free. В целом, из-за пандемии пилот не такой успешный был. Вот. Поэтому сейчас пока только готовы возмещать экспортерам. Оставшиеся суммы дебетового сальда, они относятся в счет будущих платежей. Спасибо. Тимур, есть ли у Спасибо вас за ответ. уточнения? Нет, уточнений нет. До свидания. Қазақ радиосы қаржы вице-министріне сауал жолдапты. Мобильді ақша аударымдары, әсіресе халық кең қолданатын мобильді ақша аударымдарына салық салу мәселесі қалай реттеледі? Жалпы бұл мәселе қаржы министрлігінің күн тәртібінде бар ма? Бұл да жақсы сұрақ, рахмет. Мынау мобильді ақша аудару бүгінгі күнге ол ең бір біздің азаматтарға ыңғайлы болып келеді. Біз ол сұрақпен айналысып жатырмыз. Бұлай мысалы келтірсе, Каспий банкпен де жұмыс істеп жатырмыз. Жалпы Каспий банк Каспий бизнес деген карталарын енгізді.
ол сол бизнесте ақша алуға қолданылатын карталар. Сол сұрақпен айналысамыз, ал егер азаматтар бір-біріне, туыстарына ақша аударса, ол біз үшін ол салық ұстайтын немесе бізді қызықтыратын аударылым болып табылмайды. Қазіргі күнге тек қана сол бизнес-переводтармен ғана айналысамыз. Спасибо за разъяснение. Айнур Коскина, Вести Кейджи с нами на связи. Айнур, Добрый день, вы меня слышите? мы вас слышим хорошо. Мгм. У меня вопрос к вице-министру финансов. В феврале 2021 года на заседании, на совместном заседании палат парламента при рассмотрении отчета правительства и счетного комитета по исполнению республиканского бюджета за 2020 год руководитель счетного комитета Наталья Годунова высказала возмущение тем, что министр финансов вместо совместной работы на заседаниях рабочей группы комитетов палат парламента предпринял попытку оправдаться в СМИ по замечаниям счетного комитета по бюджету прошлого года. По мнению Годуновой, министр финансов рассчитывал на то, что читатели профессиональных деталей не поймут. Как вы прокомментируете это высказывание? Ну, буквально это на днях это совещание было, насколько я помню. Ну, в целом, что сказать? Что касается вопросов налоговых. Один вопрос был озвучен, это вопрос обеспечения резервов, то есть или 230 миллиардов по расчетам, или 210, по-моему, 230 миллиардов по расчетам счетного комитета, по нашим расчетам это 710 миллиардов. Когда бюджет формируется, то формируется часть доходов, увеличение доходов за счет администрирования и какая-то часть за счет роста экономики. Вот именно то, что часть администрирования фискальные органы должны обеспечить. Какие инструменты существуют? Есть в налоговом кодексе 68-я статья, что является налоговым администрированием. То есть, начиная от проверок, заканчивая принудительным взысканием. Использование кассовых аппаратов, прослеживаемость товаров, даже те проводимые пилоты уже 2 года тоже являются фискальным администрированием. Ну, счетный комитет, он озвучил только, вернее, учел только проверки и камеральный контроль, ну, о чем было и сказано в докладе нашего министра. Мы налоговое администрирование и фискальное администрирование в целом понимаем гораздо шире. И я думаю, что все налогоплательщики, они разбираются в своих налогах, и как бы сказать, что они не понимают, наверное, неправильно, потому что каждый налогоплательщик исчисляет свои налоги, свои налоговые обязательства, ну, он в курсе, какие у него начисления, какие уплаты. Поэтому спасибо. Вы, видимо, не расслышали мой вопрос. Я попросила вас прокомментировать высказывание Годуновой, что вместо того, чтобы работать совместно на совместных заседаниях рабочей группы комитетов палат парламента, министр предпринял попытку оправдаться в СМИ по замечаниям счетного комитета. Я могу сказать, что на всех рабочих комиссиях, рабочих комитетах, что в парламенте, что в счетном комитете при обсуждении присутствуют наши специалисты. Я сам несколько раз присутствовал. Вот, поэтому везде позиция Министерства финансов, она излагается. Что касательно оправдывания, ну, журналисты задают вопрос, так же, как вы мне сейчас. Естественно, он на них отвечает. То есть каких-то здесь не может быть оправданий. Спасибо. То есть вы хотите сказать, что Годунова говорит неправду, и вы работали, то есть вы эти замечания и вот совместная работа у вас все-таки была, вы так считаете? Я по вашему ответу так поняла? Да, конечно, мы как проверяемый объект там с января до почти апреля месяца проверялись, и в ходе и в период проверки эта работа идет совместно, в том числе и в период уже рассмотрения в Мажилисе, и потом уже параллельно, когда журналисты задают вопрос, естественно, разъяснения по работе министерства, они тоже даются. А с чего тогда Годунова заявила об этом?
Ну, наверное, какие-то были вопросы спорные оставались. Может, это имелось в виду? Вот как я сказал, по налоговым резервам. Понятно. Второй вопрос у меня касается вот этих проблем, которые были в начале года у НПО вот по поводу 17-18 формы. Чем в итоге это дело закончилось? И, насколько мы знаем, было очень много выиграно судов. Ну, по НПО администрирование, оно идет, формы представляются. Сколько вообще было Есть, НПО? конечно, выявленные факты, когда были НПО привлечены к административной ответственности. По количеству, по-моему, там порядка 18 или 17 было. Часть уже в судебном порядке была оспорена, и какая-то часть этих решений была отменена. Даже на уровне вышестоящего департамента, если это было решение вынесено районным уровнем, то областными департаментами некоторые решения были отменены, такие тоже факты есть. Получается, вы говорите, что 18 было судебных решений, правильно я понимаю? Я вам сейчас точно не могу сказать. Порядка 18, по-моему, насколько я помню, административных производств было, ряд которых был отменен, какая-то часть, возможно, осталась в силе. Если можем дополнительно письменную информацию предоставить, на каких уровнях, либо в судебном порядке, либо вышестоящая организация отменила эти решения. То есть из этих 18, всего по республике было 18, и из этих 18 часть была отменена. Да, конечно, часть какая-то была отменена. Но насколько знаю, что претензий у вас было гораздо больше. Ну, я следила очень за этой темой. Получается, что претензий у вас было гораздо больше, а все-таки к реальным каким-то действиям было 18. Вам письменный ответ давайте предоставлю. Количество административных производств, сколько из них было отменено, сколько оставлено в силе. Я могу ошибаться, когда, может, не 18, может, чуть больше или меньше. Хорошо, спасибо. Я жду до завтрашнего дня. До свидания. Хорошо, до свидания. Кезекте Мадина Жатханбаева, 4-я власть КЗ. Мадина ханым. Сәлеметсіздер, естіліп тұрмын, Маржан? Естіліп тұр. Мен қаржы министрлігіне ескерту жасағым келіп отыр, құлақтарыңызға алтын сырға. Осы орталықта бірнеше сұрағымызды көтердік, сол сұраққа бүгінгі күнге дейін жауабымызды алмай отырмыз. Сұрағым Марат Сұлтанғазиевке. Бұл сұрақты бірнеше рет көтерсек те құлаққа аспай отырғаныңыз белгілі. Қанша рет журналистік зерттеуімізді білдіре отырып, салықтан жалтарып отырған компаниялардың атын атап өтінішімізді білдірсек, отпискамен, яғни әйтеуір амалын тауып ойдан құралған жауаптармен айналысып жатқандарыңызды байқадық. Журналистердің берген дәлелдерін құлаққа аспай отырсыздар. Мысалға айта кетсек, белгіленген бір фирманы тексеру керек деген бұйрықтар түссе, салықтан жалтарып жатыр деп миллиондаған салықтан іліп қоясыздар да, тексеру керек корпорацияларды тексермей салықтан жалтарып жатса да, көздеріңізді жұмып отырғандарыңызды да байқадық. Мысалға айта кетсек, Сат Централ Азия Трейдинг компаниясы миллиондап салықтан жалтарып, жылдап черный кассамен жұмыс жасаса да, көрмегендей болып отырсыздар. Бұл біреу ғана. Нарықта бұндай компанияларды тексеріске алса, тесілген бюджеттің бір жағын жамар едіңіздер. Сұраққа келетін болсақ, осы өтірік отпискаларыңыздың тоқталатын күні бола ма? Салық төлей алмай, қалталары қуысталып жүрген азаматтарды қыспай, миллиондап төлемей жүрген корпорацияларды қашан тексеріске аласыздар? Сұлтанғазиев мырза, қашанға дейін журналистердің заң мамандарын кәмпит берген бала құсатып, алдап жүре бересіз? Әлде отырған орныңыздан айырылып қалам деп ойлайсыз ба? Рахмет сұрағыңызға, айырылып қалам деп қорқпаймыз. Егер бізде сол мемлекеттік қызметте жүрген азаматпыз. Ал бағанағы тексеру бойынша, мен бағана өз баяндамамда айттым, біз тексеру жасаудың алдында осы тәуекелдердік жүйені пайдаланамыз. Қазіргі күнге осы бірінші жылдыққа біз жер қойнау пайдаланушылар және құрылыс компанияларын қостық. Соларды іріктедік, соларды тексереміз. Егер сіздің қолыңызда не бір шағымданатын бағана Азия трейдинг дедіңіз бе, сол бойынша бір ақпараттар болса, бізге беріңіз, жұмысты бастайық. Егер бұрын шағымданған болсаңыз, онда сол шағымның номерін, датасын айтсаңыз, оны тауып іздеп көрейік.
Жақсы, екінші сұрағым сонда. Салықтың түрін санасақ, сан жетпес. Көзімізді ашсақ та салық төлеу керек, ұйықтасақ та салық төлеу керек. Бүгінгі күні Қазақстан азаматтарына белгіленген салықтың көлемі көп па? Қалай ойлайсыз? Бүгінгі күні енді 10% жеке табыс салығы. Ол осы дүние жүзінде негізі көп болып саналмайды. Көп елде ол 40%-ке дейін барады. Егер жеке табыс салығы болса. Ал корпоративтік салық бізде біздің елде 20%. Ол да дүние жүзінде көп болып саналмайды. Қосымша құн салығы болса 12%. Ол енді дүние жүзін айтпайық, осы экономикалық өзіміздің одақтың қарасақ, оның ішінде ең төмен болып саналады. Ең үлкен мөлшер, ең көп түсімдер осы үш салық бойынша болады, сондай. Соңғы нақтылап кетейінші. Салықтың түрін азайту немесе салықтың пайызын төмендету алда қарастырыла ма? Енді мынау салықтың түрін азайту, ол қазір бізде жұмыста, ол мақсатты алдымызға қойып отырмыз. Осы экономика министрлігімен, басқа да эксперттермен сол биылғы жылы салықтың санын жеке азаматтарға азайтуды ойлап тұрмыз. Маржан, басқа сұрағым жоқ, рахмет. Рахмет, сау болыңыз. Құрметті спикерлер, осымен баспасөз мәслихатымызды тамамдаймыз. Сіздерге бүгін берген ақпараттарыңыз үшін алғыс айтамын. Құрметті әріптестер, орталық коммуникациялар қызметінің ақпаратты алаңынан тікелей көрсетілімді тамамдаймыз. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.